Сәлем барлығыңызға. Қазір мен сіздерге торт пісіруді енді бастап жатқан кондитер қыздарға құралдарын таныстырып өтемін. Бұл бізде весі барлық заттың граммын өлшеуге арналған құрал және миксер, бәріңіз білесіздер. Бізде поворотный столик, торт жасаған кезде, тортты жинаған кезде осылай айналады, өзі жұмыс жасағанда өте ыңғайлы. Капкейкке, кекске арналған форма, кексіміздің әдемі формасын ұстап пісіруіне көмектеседі. Және бізде пирог пісіретін форма. Осындай формочканы асты алынатын түрін алсаңыздар жақсы. Ал бұл жерде асты жабық түрі. Және бұл жерде разъемный форма асты алынады бізде. Пирогтарды барлығын пісіруге болады. Әртүрлі диаметрлері бар. Бұл жерде бізде торт жинауға арналған форма ұзарады, әртүрлі диаметрде өзгере береді. Тортты жинағанда және бисквит пісіруге өте ыңғайлы форма. Келесі құрал бізде ұн өткізетін құрал. Барлығын біз осылай електен өткізіп аламыз. Және де квадратный торттарды, бисквиттерді пісіруге арналған құрал. Бұл да әртүрлі диаметрде осылай үлкейеді. Келесі бізде кондитерский мешок, одноразовый, үлкен түрі, кішкентай түрлері болады. Және шпатель бұл бізде торттың жандарын әдемілеп тегістеуге арналған құрал. Шпательдің әртүрлі түрлері бар, өзіңіз қалағанша таңдайсыз. Және спатула торттың бетіне кремдерді жағуға және пирогқа қолдануға болады. Блендермен көптеген пюре жасауға болады және де басқа да жемістерді барлығын езіп алуға болады. Әртүрлі насадкілер болады өзінің. Және бізде пергаментная бумага. Бұл жерде мен покландығын қолданамын. Осыны қолдансаңыз өте жақсы, сапалы, әрі жабыспай жақсы болып піседі біздің бисквитіміз. Және келесі силиконовый коврик. Қамырды барлығын осының үстіне жайып жасасақ, өте ыңғайлы құрал. Бізде келесі краситель. Красный барқытқа арналған және фломастерлер біздің мастиканың үстіне қолдануға арналған құралдар. Бізде краситель мына жерде беловый түрлері кремге арналған. Осындай түрлерін алсаңыздар, сапасы өте жақсы. Посыпканы біз торттың бетін әрлеу үшін қолданамыз. Торттың бетіне әдемілік береді. Посыпканың көптеген түрлері бар. Және молд бізде силиконовый мастикаменен әріптерді жазуға арналған құрал. Кондуринді біз этил спиртпен араластырып жұмыс жасаймыз. Жазу жазғанда және жемістердің бетін бояуға арналған әдемілік беретін құрал. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпаратпен бөлісемін.